Сәлем баршаңызға. Мен сіздерге бүгін жалпы ботқаның, яғни кашаның адам денсаулығына қандай пайдасы бар екенін атап өткім келіп отыр. Және де менің каналыма подписка жасап тіркеліп кетіңіз. Одан әрі мен сіздерге толығырақ ақпарат бере өтейін. Жалпы әр жарма қандай пайдалы қасиеттерге ие және күнделікті өмірде қайсысын жиі тұтынған дұрыс, осы жайында саралап көрейік. Сұлы жармасының ботқасы. Бұл ботқаны жиі тұтыну арқылы асқазан, ішек ауруларынан арылуға болады. Ол ағзаны энергиямен қамтамасыз ететіндіктен адам күні бойы сергек жүреді. Оның құрамында жасұнықтың 1/4 бөлігі болады, ал бір стақан құрғақ геркулес сұлы жармасы бұл элементтің тәуліктік нормасын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар сұлыда ішектегі майдың сіңуіне көмектесетін фермент бар. Сұлыны қайнату кезінде пайда болатын шырыш өте пайдалы. Бұл сұйықтық асқазаннан барлық микробтар мен токсиндерді жуып шығарады. Ішек пен асқазанның шырышты қабатын бүркейді. Келесі күріш ботқасын айта өтсек, күріш ботқасы ас қорыту ауруларында және диареяда көмекке келеді. Оның құрамында көп мөлшерде көмірсулар мен жасұнықтың ең пайдалы заттары кездеседі. Күріштің құнарлы қасиеттері оның түріне байланысты әрқилы болады. Ақ күрішке қарағанда қоңыр және буға піскен күріште микроэлементтер көбірек. Ақ күріште аса пайдалы ештеңе жоқ. Күріш ботқасы жүйке жүйесін қатайтады және нәрлі заттарды энергияға айналдырады. Жапон зерттеушілері күріш денсаулыққа ғана емес, күнделікті күріштің денсаулыққа ғана емес, интеллекті дамуға көмектесетінін дәлелдеген екен. Арпа жармасының ботқасы. Сұлы жармасына қарағанда арпа жармасында дәрумендер аз болса да, ас қорытуды жақсартады. Ағзаға күш пен қуат береді. Сонымен қатар арпа жармасы іш қату кезінде ішек ауруларын емдеуге көмектеседі. Тары ботқасы. Егер жүрек тамыр жүйесі зардап шегіп жүрсе, онда осы ботқа аса пайдалы. Диетологтар тары сорпасын ішуге кеңес береді. Құрамында ақуыз, никотин қышқылы, мыс, марганец және мырыш бар. Қара қымық ботқасы. Ел арасында қара қымық ботқасын мини дәріхана дейді. Өйткені ол ағзаны уланудан құтқарып қана қоймай, ішек-қарын ауруларын емдеуге көмектеседі. Ол ағзадан зиянды токсиндерді шығарады. Жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын алады. Сонымен қатар бұл ғажайып жарма семіздік, қант диабеті кезінде зат алмасудың бұзылуын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Ботқа әлеуетті көтереді. Асқазан, ішек жарасын емдеуге ықпал етеді. Ұйқы безі ауруларында ұсынылады. Сұлы жармасының ботқасы. Бұл ботқаны жиі тұтыну арқылы асқазан, ішек ауруларынан арылуға болады. Ол ағзаны энергиямен қамтамасыз ететіндіктен адам күні бойы сергек жүреді. Оның құрамында жасұнықтың 1/4 бөлігі болады. Ал бір стақан құрғақ геркулес сұлы жармасы бұл элементтің тәуліктік нормасын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар сұлда ішектегі майдың сіңуіне көмектесетін фермент бар. Сұлыны қайнату кезінде пайда болатын шырыш өте пайдалы. Бұл сұйықтық асқазаннан барлық микробтар мен токсиндерді жуып шығарады. Ішек пен асқазанның шырышты қабатын бүркейді. Ұнтақ ботқасы, яғни маны каша. Бұл ботқа әсіресе балалар денсаулығы үшін қолайлы. Ағзаны қалыпта сақтау үшін осы ботқаны тұтыну ұсынылады. Бірақ ол тек балаларға ғана емес, ересектер үшін де өте пайдалы. Ботқа сүйек пен ішек шырын жолдарын өте жақсы әсер етеді. Арпа ботқасы. Арпа ботқасы амин қышқылдарға бай. Оның құрамындағы індетке қарсы әрекет атқаратын, ұшық шығудың алдын алып салқын тиюден қорғайтын лизиннің пайдасы бар. Лизин әжім түсуді баяулататын, коллагеннің түзілуіне белсенді атсалысады. Міне, ботқаның адам ағзасына пайдасы осылай көп. Ботқаның қай түрі болмасын, адам ағзасына өте пайдалы. Ботқаны әсіресе
жыл мезгілдерінің ауысар шағында көбірек жеген дұрыс. Өйткені адам ағзасы дәл осы уақыттарда әлсіреп, дәрумендерге зәру күйде. Әйтсе де олардың құрамына қарай адам ағзасына түрліше әсер етеді. Ботқаны әсіресе жыл мезгілдерінің ауысар шағында көбірек жеген дұрыс екен. Өйткені адам ағзасы дәл сол уақыттарда әлсірейді. Сондай-ақ оның қандай ауруларға қарсы қолданылатынын да біліп алған артықтық етпеген еді. Сондықтан да біршама ақпараттар берілді. Мен сіздерге біршама ботқалардың түрлерін атап өттім. Және де сонымен қатар қарақұмық ботқасы, ботқалардың ішіндегі ең пайдалысы осы қарақұмық ботқасы болып саналады. Себебі ол дәрумендер мен минералды заттарға өте бай. Сондай-ақ құрамында 8 дәрумені бар. Сондықтан да қарақұмық ботқасын көбіне жүрек қан тамырларымен ауыратындардың ас мәзіріне кіргізеді. Қарақұмық ботқасын сүт пен қантсыз пісіріп жеген пайдалырақ. Сүт пен қант қарақұмықтың құрамындағы пайдалы дәрумендердің күшін жойып жіберуі мүмкін. Сонымен бірге қарақұмық ботқасын 6-8 айлық нәрестелерге беруге болмайды. Мұндай тағамды олардың асқазаны көтере алмайды екен. Қарақұмықты бал мен түрлі көкөністерді қосып пісірсе өте дәмді болады. Айранмен араластырып жесеңіз де тәбетіңіз ашыла түседі. Сонымен қатар сұлы ботқасы бұл сұлы адамның көңіл күйін көтеретін және терінің қалпын реттейтін қасиетке ие. Сондықтан да оны сұлулық ботқасы деп айтады. Егер де сұлу жармасынан жасалған ботқаны мөлшерінен артық жейтін болса, оның теріс әсерлері де болуы мүмкін. Себебі сұлыны көп пайдаланғаннан кальцийдің ағзамызға сіңуі қиындайды екен. Көбіне сұлы ботқасын ауруынан айыққан жандарға әзірлеп жеуді ұсынады. Себебі ол ағзаға зиянды заттар мен дәрілердің артығын шығаруға көмектеседі. Сұлы жармасын сүтке қайнатып жегеннің пайдасы мол. Күріш ботқасы көмірсуларға өте бай. Күріштен жасалған ботқаны жеген өте пайдалы. Әйтсе де ақ түсті күріш емес, оның қоңыр әрі қара түстісі пайдалырақ болатынын мен сіздерге айтқан болатынмын. Сондықтан да күнделікті өмірде, күнделікті өзіңіздің ас мәзіріңізге осы ботқалардың түрлерін қоссаңыз болады. Және де менің каналыма тіркеліп, өзі подписка жасап, лайк басып кетуіңізді